расында Алла Тағала және оның періштелері пайғамбарымыз саллаллаху салават айтады. Ей момындар, сендер де пайғамбарға салават айтыңдар. Бұл аят бұйрықпен келіп тұр, қарасаңыз. Алла Тағаланың өзі де бүкіл періштелері салават айтады. Мысалы, Адам алейхиссаламға сәжде қыл деген кезде періштелер сәжде қылды ғой. Ол грамматикадан қарасаңыз өткен шақта тұр да. Бір-ақ рет қылынды деген сөз. Ал мына аятта қарасаңыз, бұл осы шақта тұр. Бұл қияметке дейін барады деген сөз. Салауат айтуы бұл қияметке дейін жалғасады періштелердің. Бір-ақ рет істелінген жоқ та ол. Өткен шақта болса, ол өтіп кетті. Болды, бір-ақ рет істелінді болады. Осы шақ бұл келешек екі мағынасын білдіреді. Осы шақтағы нәрсе. Қазір істеледі, істеліп жатыр деген нәрсе.